Hello, children. How is it going? Now let's begin today's lesson. Check point 7. Open your book on pages 107. Қайырлы күн балалар. Бүгін біз checkpoint, яғни 7-ші модульді аяқтаймыз. Сол 7-ші модульге байланысты кішігірім тесттер, тапсырмалар берілген, соларды орындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Next exercise 1. Look, read and the number. Look, суретке қараймыз. Read, астындағы сөйлемдерді оқимыз. Number, яғни сәйкестендіреміз, иә. He is water skiing. Ол су шаңғысын теуіп жатыр, иә. He is diving. Ол сүңгіп жатыр. They are surfing. Олар surfing жасап жатыр. They are sailing. Олар кемемен жүзіп жатыр. She is jogging. Ол секіріп жатыр. Жүгіріп жатыр. She is hopping. Ол секіріп жатыр, иә. Балалар, осы дұрыс нұсқасын қалдырдым. Сіздер де осылай жазып аламыз. Next exercise 2. Read and complete. Қарамен жазылған сөздер берілген, соны созылмалы осы жаққа қойып сөйлемдерді дұрыстаймыз. We are having a picnic. Is Dana swimming? Berk is playing the violin. Stop it, I am getting wet. Look at Ulan, he is surfing. Бұның барлығы дәл қазіргі болып жатқан әрекет, сол үшін созылмалы осы шақты пайдаланамыз. Яғни present continuous'ты пайдаланамыз. Е, балалар, осылай дұрыс нұсқасын жазып аламыз. Next exercise 3. What do you like doing at the seaside? Look, read and underline. Яғни балалар, мына жерде қарамен екі сөз тіркестері берілген, соның дұрыс нұсқасын таңдауымыз қажет сөйлемнің мағынасына қарап. Канат likes making sandcastles, иә. Келесі, Гүлсара likes swimming, going sailing. Суретке қараймыз, going sailing, иә. Яғни жүзген, кемемен жүзген ұнатады. Ұлан likes going fishing, eating ice cream. Ұлан going fishing, балға аулаған жақсы көре ме, әлде балмұздақ жеген жақсы көре ме? Суретте eating ice cream, иә, дұрыс нұсқасын жазып аламыз. Next exercise 4. Make sentence. Сөйлемдерді құраймыз. Демек, сөйлемдердің ішіндегі сөздердің орны ауысып кеткен. Біз соны сөйлемнің құрылымы ережесіне сүйене отырып, дұрыс сөйлем құрауымыз керек, иә. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. We can surf, they can water ski, he can play the violin, she can't play the drums, can't they have a picnic here, иә. Осылай дұрыс нұсқасын жазып аламыз. Балалар, егер сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды, пікір қалдыруды және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Және де менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.